Бүгін сендер бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосуды үйренесіңдер. Сабағымызды бастамас бұрын жұбынтап ойынын ойнап жіберейік. Экранда берілген сандарды құрамын табу үшін келесі жұбын анықтаймыз. Сонымен тексерейік. 7 санының құрамы 3 және 4 сандары бола алады. Келесі 6 санын табу үшін 4 және 2 сандарының қосындысымен алуға болады. 8 санының құрамын табу үшін 3-ке 5 санын жұп етіп алуымызға болады. Жарайсыңдар, өте жақсы орындадыңдар. Келесі экрандағы суретке назар аударайық. Балалар, бұл суреттерде не берілген? Дұрыс айтасыңдар. Бұл мамандықтар немесе адамның белгілі бір салаға қызығушылығы. Бала күнгі қызығушылық болашақ мамандыққа жетелейді. Сендер қандай өнер немесе спорт түріне қызығасыңдар? Тамаша, енді біз өзімізді болашақ фотограф ретінде елестетейік. Бізге жануарларды суретке түсіруге тапсырма берілді. Ол 7 құс және 8 жәндік болу керек. Суреттерді топтама альбомға орналастыру керек. Бір бетке құстардың суретін жабыстырып, оны дөңгелек санға жеткізу үшін қанша жәндіктің суретін жабыстыру керек? Жарайсыңдар, 3 жәндікті жабыстыру керек. Демек, 8 санын 3 және 5 сандарына жіктеуге болады. Олай болса, біз 7 мен 8 сандарының қосындысын табу оңай болу үшін екінші қосылғышты бөлшектеп қостық. Алдымен шеңбердегі амалды орындадық та 10 санын алдық. Сосын оған қалған санды қостық. Мінекей осылайша ондықтан аттап ауызша қосу үшін екінші қосылғышты 2 сандардың қосындысына жіктейміз. Бірінші қосылғыш дөңгелек санға толықтыратын санмен және қалған санға жіктеуге болады. Енді бірінші тапсырмаға назар аударайық. Сырым конструктор ойнағанды ұнатады. Ол сары түсті бөлшекке жалпы неше бөлшек көк бөлшекті біріктіргісі келіп отыр? Жарайсыңдар, 7 бөлшекті. Ал неше бөлшекті біріктіріп қойды? 4 бөлшекті. Осылайша ол бірінші санды дөңгелек санға толықтырып алды. Нешеуі қалды балалар? 3 бөлшек. Міне, ол қалған санды соңынан қосты. Осылайша сырым тез әрі оңай есептеуді үйренді. Келесі екінші тапсырмаға назар аударамыз. Түсіндіре отырып есептейміз. 7 мен 4 сандарының қосындысын табу үшін 7 санын дөңгелек санға толықтыру үшін 4-тің 3-еуін қосып алып, оған қалған 1-ді қосамыз. 7 мен 4-нің қосындысы 11-ге тең. Енді 16 мен 5 сандарының қосындысын табу үшін 16 санына жақын дөңгелек санға толықтырамыз. Ол сан 20. Демек, 5 санын 4 және 1 сандарының қосындысына жіктейміз. 16 мен 5 сандарының қосындысы 21-ге тең. Келесі 89 мен 2 санының қосындысын табу үшін 89 санын дөңгелек санға толықтырамыз. Демек, 2 саны 1 мен 1-дің қосындысы етіп жіктеуге болады. 89 мен 2-ның қосындысы 91-ге тең. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі үшінші тапсырмаға қарайық. Конструктор жиынында 18 көк және одан 4-еуі артық қызыл түсті бөлшектер бар. Конструктор жиынында неше қызыл түсті бөлшек бар? Есептің қысқаша шартын құрастырып көрейік. Есепте не берілген анықтаймыз. Көк түсті
конструктор бөлшек қанша? Жарайсыңдар, 18 бөлшек. Есепте не белгісіз? Дұрыс айтасыңдар балалар. Қызыл түсті бөлшектер белгісіз, бірақ оның 4-еуі артық екенін білеміз. Енді қалай табамыз? Өте жақсы. Артық қызыл 4 бөлшекті көк бөлшекке қосамыз. Дәптерлеріне есептің шешуін мен жауабын жазып алыңдар.